достар, сіздермен бірге мен арнасы достар, мен видео түсірмей кеттім. Кеше, яғни 17 күні менің туған күнім болатын, мен 10 жасқа толған болатын. Енді видеоны қайттан қолға алдық. 100 подписчикке жетпесек те жетейік. Бұйыртса жетеміз деген ойдамын. Сіздердің арқаларыңызды осы 79 подписчикке жеттік. 80 подписчикке бірақ подписчик қалды достар. И бір подписчиктің арқасында біз 80 подписчикке де жетеміз. Мынақты қазір бізде 15-ші ойын қалыпты. И одан тағы да бір дополнительный ойын бар. Соны ойнап, мынаны смел атамыз. Қандай еді бұл? Division Академиді отамыз. И соны бронзовый кубокты да бұйырса Бергейхаммен финалды ойнайтын боламыз. Бүгін біздер енді бір ойын ойнайтын боламыз. Фукинеал мен қарсы достар. Біздің айтпақшы достар, мен составты көрсетейін. Состав осындай, айтпақшы мен Лукаку шығармадым. Енді сіздер білесіздер деп ойлаймын, мен жаңа аккаунт аштым. И одан кейін или білмейсіздер ме, ол жайлы видео салдым ба, мен әлі білмеймін. Мен жаңа аккаунт аштым осындай. Менде қазір адамдар бар. Давай. Жақында сіздер Винисиусты да алатын болам, просто оған кішкене ақша келмей жатыр. Одан Лукаку екеуі мықты ойнайтын болады. Қазір бізде Головин, Винисиустың орнына бұл не дегенмен. Давай. Зайдане деймін, не дейді? Осыны танымайтын адамдар, біздің құрамада да танымайтын адамдар. Достар, енді қазір бір ойын ойнауы. Даллас 23-тен қашан көтерілесің? Осындай танымайтын адамдармен ойнай бересің ба десеңдер. Жоқ, мен көтерілем. Просто Даллас 23-те мен көп ойнамаймын. Бір айда даже өсше ойнамауым мүмкін деген ем. Сондықтан мен Даллас 23-те көп ойнамайын да. Көп ойнайтындар енді тез көтеріледі жүр. Мен қызығына да кірмеймін Даллас 23-те. Бір 100 теңге табам. Бір 2 айда 100 теңге табам. И одан кейін шығып кетем ойнан. Одан қайттан 2 айдан кейін кірем. Короче, сөйтіп жүремін. Бір килте шабытым ашылып кеткенде ойнайым. Негізі видео үшін ойнауға болады. Егер бірақта сіздер менің каналымда 100 подписчикке жеткізсеңіздер, мүмкін ойнап қалармын. Так, Лукаку. Теп давай, Лукаку. Ой, не істейін. Так. Дай теп. Додо. Опа, Айдар баспен күшті түсет. Бірақ бізде вратар ұстап алды. Енді мен видеоға ермейтін боламын достар. Видео сала берем. Сіздер қолдасаңыздар болды достар. 100 подписчикке бірге жететін боламыз. Давай. Жүгір, о, молодец, давай. Тартып ал қайттан. Коста, давай, Коста. Головин. Лукаку. Ей, Лукаку, пас бер. Болмай қалды. Достар, сіздер ютубта қарайсыздар ма? Мені көп қарайсыздар ма? Даллас 23 түсіре берейін ба? Мен түсір деп комментарияларға жазған. Так, достар, жаңа реклама шығып қалды. Жаңа не айтып жатыр едім? Сіздер 100 подписчикке жетсеңіздер, мен осы ойыннан көп түсірем. Сіздер айтпақшы, есіме түсті. Сіздер осы Даллас 23-те түсірейін ба? Негізі түсір деп айтқан. Бірақ көбісіне ол ұнамауы мүмкін. Бірақ та ұнауы да мүмкін. Сондықтан мен білмей тұрмын. Бірақ енді түсір деп айтқан кейбір видеоларында. Ал бірақ көбісіне ұнамауы да мүмкін.
Опа, видео дейді. Достар, жақында мен Roblox'тан видео түсірем, кім мықты рубрикасын да етемін болам. Алдында Лука Модрич пен Карим Бенземаны салыстырған көп просмотр жинап кетті. И содан кейін менің шабатым ашылып кетті сол рубрикаға. Опа, Лукаку салды. Достар, енді мен Мбаппе мен Неймарды, Рональдо мен Мессиді солар салыстырып жатырмын. Одан кейін олар қайттан шықпай ма десеңдер, одан кейін қайттан шығады олар, Рональдо дегендер. Бірақ олар басқан емес дейді. Өйткені мысалы Мбаппе Неймарды ұтса, Мбаппе тағы Холланд, мысалы Винисиусты ұтса, Холландпен шығады. Сондай ғой достар. Бірақ көбісі Холланд пен Мбаппенің видеосын көріп қызығып жатқан шығар. Өйткені Рональдо мен Мессиді енді тең болады, не дегенмен. Немесе кейбіреулерге сол ұнайды, менің ойымша сол деп жатқандар. Бірақ Холланд қазір монстр, не дегенмен. Бүкіл статистикасын қосатын боламыздар. Бірақ Холланд айырып кетеді сияқты Мбаппені. Ал Мбаппе, бірақ Мбаппе де мықты, не дегенмен. Черепаха. Давай, Мартин. Достар, енді осындай видео ғана ғой. Мен негізі сіздерге қызықтырып түсірем. Бұйыртса алдыда ол. Алды демалыстарда немесе басқа да күндері түсірмесем. Енді жазда келіп қалды достар. Міне біз жүгіріп бара жатыр. Оның үстіне жаз келіп жатыр. Жазда енді. Жазда көп уақыт болады. Бірақ мен кетіп қалуым мүмкін да жазда. Басқа жаққа жазда қыдырасың, демаласың деген. Ал достар, осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.